Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Біздің бүгін мұғалімтек платформасында жаңарту болды. Яғни не жаңартылды? Бізде бұрын осы ойындардың ешқайсысына математикалық есептер жазылмайтын. Яғни біз математикалық формулаларды мұнда жаза алмайтын едік. Ал біз қазір барлық ойындарға, барлық ойын дегенде ойындардың бір 95%-ына математикалық формулаларды жаза алатын болдық. Мысалға, бізде оң жақ жоғарыда мынандай математикалық символдың белгісі пайда болды. Үстіне басса математикалық формула деп шығады. Сол үстінен басасыздар, осылай шығады. Математикалық формулалар. Кімде бұл шықпайды, онда сіздер қазір мен мына жерге жазып кетемін. Сол батырмаларды бірге басыңыздар. Ctrl-Shift-R. Ctrl-Shift-R деген үш батырманы бірге басасыздар. Қайталаймын. Мұнда жазайын. Ctrl плюс Shift плюс R деген батырма бар ғой. Клавиатурадан осы үш батырманың үшеуін бірге басасыздар, жақсы ма? Ctrl-Shift-R. Осы үшеуін бірге бассаңыздар, мына бет толықтай жаңартылады. Толықтай жаңартылған кезде сіздерде мынандай батырма пайда болады. Үстінен бассаңыздар, осылай шығады. Бұл математикалық формулаларды жазуға арналған клавиатура. Қалай жазамыз? Бірінші өзіміздің математикалық формула енгізгіміз келген неге барамыз? Ойынға барамыз. Мысалы, көз жасау 2. Математикалық ұбт есептері. Уақытта бір есепке 5 минут берейік. Төмен түсеміз. Сонымен бірінші сұрақ. Бұл жерге енді есептің сұрағын жазамыз. Сонымен бірінші сұрақ. Мынандай есеп дайындап қойдым. Оңайынан бастайық та, оңайынан. Есептеңіз. Так, 10 тұғырастында 3. Так, формуланы қалай жазамыз? Мұна батырмаға барамыз, үстінен басамыз. Шетке қойып қоямыз. Сосын мұна батырма көрдіңіз бе? Осы батырманы бассаңыздар, астында бізде тамаша кейворд шығады. Математикалық кейворд. Біздегі не болды? 10 тұғырастында 3 болды. 10, сосын мұнан басамыз, қайтадан шығады. Түбір мұнда тұр. Жақсы ма? Мына жерде пайда болады, ол жақсы. 10 түбір астында 3 болған, Міне, кірістіру батырмасын басасыздар. Міне, 10 түбір астында 3. Ары қарай азайтылған түбір астында 48, азайту. Мені өшіріп, қайта жазсаңыз болады, 48. Кірістіру. Сосын азайтылған түбір асты 75. Азайту түбір астында 75. Кірістіру. Болды. Егер мына формуланы өшіргіңіз келсе, тазарту батырмасын басасыз, өшеді. Мінекей. Болды. Енді жауаптары. А нұсқасы. 3 түбір астында 3 дейді. Мынан басамыз. Мінекей түбір тұр. Түбір астында 3. Бірақ бізге не керек? Бірінші 3 керек. 3 түбір астында 3. Екінші жауап. Минус түбір астында 3. Минус түбір астында 3. Үшінші жауап. Түбір астында 3. Түбір астында 3. Келесі. Минус 3 түбір астында 3. Минус 3. Түбір астында кірістіру батырмасын басамыз. Түбір астында 3. Осымен бізде бірінші сұрақ не болды? Дайын. Дұрыс жауап. Дұрыс жауабын шығарған жоқ. Бұнда таңдай саламыз мына жерден. Білесіздер, или жауап бар ма мұнда? Бар екен. Жақсы, ол маңызды емес. Қайсы дұрыс болуға? Бізде сабақ математикалық формуланы қалай енгізу. В жауабы дұрыс дей салайық.
Келесі сұрақ қосу батырмасын басамыз, бізде екінші сұрақ басталады. Тазарту, мынаны өшірейік, бірақ қиындау алайық та, мына оңай емес. Мынаны аламыз, келесі осы көшіріп қояйық. Так, бізге бөлшек керек, бөлшек. Мұнда жазамыз математикалық формулалар. Клавиатураны қосамыз, сосын бөлшек бізде орналасты. Мына басасыз, мына жоғары стрелканы бассаңыз, осылай өзгереді. Қайта басасыз, осылай өзгереді, қайта басасыз, осылай өзгереді. Мынаны таңдаймыз. Енгіздік қой. Енді бізде неге болу керек? Жоғары жағында косинус 36 градус дейді. Косинус керек бізге. Мынаны қайтадан бастап басамыз. Косинус мына жақта. Мынаны басасыз. Мінекей косинус 36 градус. 36. Так. 36 градус. Мынаны басамыз. Енді градустың белгісі қайда болады екен? Қаздаймыз. Градус жоқ екен. Так, не қойымыз? 0 қоя салайық. 0. Ұқсайды ғой градусқа. Қосылған синус квадрат екен. Қарай, қосылған. Так, жабылып қалса қайта ашып аламыз. Қосылған синус мұнда, синус еще квадраты бар. Так, мұнда барамыз. Квадрат. Жоқ, мұнан 4-5-тің ішіне жазылу керек қой. Мұнда жазам синусты, и мұнаны өшіре салам. Так, не x па? 18 градус екен. 18 градус. Клавиатура жабылып қалса, айтан ашып аламыз. Так. Мұнда барам. И квадратты 0 қылып өзгерте салам. 0 қылып өзгертем. Болды. Келесі. Болды. Енді бөлімі. Косинус квадрат 18 градус дейді. Клавиатураны басамыз. Мынаны басамыз, сосын косинусты жазамыз. Косинус квадрат. И оң жақта қарай өткізіп аламыз да. Так, 18 градус. 18-ді басамыз, клавиатураны басамыз, сосын так, квадратты қойып аламыз да, ана 2-ні 0 қылып өзгерте саламыз. Ес бар тағы, азайтылған 1 бар екен. Мына жерге қойып алайық. Азайту 1 болды. Мұнда енгіземіз. Кірістіру батырмасын басамыз. Ол енгізіледі. Так, жауаптары қалай? Жауаптары 1 дейді. Өте оңай 1. Так, келесінің жауабы косинус квадрат 18 градус дейді. Так, мұны тазартайық. Сосын қайта жазамыз. Ерінбейміз. Пока үйренгенше. Не істейтін болдық? Мұнаны таңдайтын болдық. Сосын мына осылай таңдағаннан кейін мына жаққа барып косинусты басатын болдық. Косинус квадрат 18 градус. 18 деп жазып, мына квадратты қоямыз да, сосын квадратты 0 қыла саламыз. Так, сосын болды. Мұнаны қайта бассақ, мынау жабылады. Енді мұнда қоямыз да мишканы. Кірістіру батырмасын басамыз. Так, келесі 0 дейді. Мұнда болады 0 градус. И келесі косинус 18 градус дейді. Яғни косинус 18 градус. Тазарту. Мына жақтан косинусты басамыз, сосын өзім былай басып тұрсаңыздар, мынандай дәрежесі тоже бар. Сонда пайдалануға болады. Басып тұрасыздар, мынандай нұсқалар шығады. Соқса, соның өзінің дәрежесін де өзгерте салуға болады. минус 1 деп тұрса, квадрат деп. Кейбір сандар квадрат деп басамыз, сосын 18 градус дедім. 18 квадрат дейікті. Квадратты 0-ге ауыстыра салайық. 0-ге. И болды, енгіземіз. Қай жаққа? Осында енгіземіз. Үстінен басып, мұнан бастып, кірістіру батырмасын бассақ, енгізіледі. Сонымен бізде болды 2 есеп. Соңғы бірақ қиындау есепті жазайық, сонымен видео сабақ аяқталады. Бұл өте қолдануға оңай, үйреніп аласыздар. Өте оңай, мынаның барлығы. Теңсіздікті жазайық. Или интегралды жазамыз. Интегралды жазамыз.
интегралды жазайық, давай. Бірақ интеграл оңай. Интегралды есептеңіз көшіріп алсылайық. Көшіру, мында жаңағы үшінші сұрақ ебіз. Үшінші сұраққа барып қойымыз. Қойғаннан кейін, интеграл дейді. Жаңағы не математикалық формулаларды ашамыз. Клавиатураны ашамыз. Мына жерде бізде интеграл уже дайындыр. Соны баса саласыздар. Мына түседі. Бізде не болу керек? Шектер болмау керек екен ғой, жарайды, тазалау басамыз да, қайтадан клавиатураны басамыз. Сосын бізде интегралдың белгісі бар. Міне мынаны бассаңыздар, мына жерде интегралдың белгісі бар. Соны басасыздар. Сосын бізде бөлшек қой, бөлшек екен. Бөлшек болса, мынаны басып қойсаңыздар, мында емес, мына сандарға басып, мынаны бассаңыздар, мына шығады. Алымында бар 1, дұрыс, бөлімінде x азайтылған 3 бар екен. Бөлімінде бар, клавиатура қосамыз, x азайтылған 3. Оң жаққа өткіземіз мишканы, dx керек бізге, dx бар ол. dx-ті мен көрдім, қайдан көрдім? Да тұр. Жанына x-ті қоя салсақ болды емес пе? dx болды, жетеді. Болды. Енгіземіз, осында енгіземіз, мынаның үстінен басамыз да, кірістіру батырмасын басамыз. Дайын. Тазалау, жауаптарын жазайық. Минус 3-тен 1 дейді. Минус жазылды ма? Жазылмады. Минус 3-тен 1. Клавиатураны басамыз. Мен мына жерге жазып отырмын ғой. Мында ғой. Клавиатураны басамыз. Мынаны жоғары сілкі басамыз. Мынаны барам. 3-тен 1. Мына жерге жазамыз 3. Болды ма? Минус 3-тен 1 елем дейді. Елемізде натурал логарифм бар ма? Бізде натурал бар екен. Натурал логарифм бар. Модул да бар, өте көбі бар, модул да бар. Сосын x азайтылған 3 дейді. Модулдың ішіне x азайтылған 3. x азайту 3. Үйреніп алсаңыздар өте жылдам болды. Қосылған са дейді. Оң жаққа өткіземіз курсорды, оң жаққа өткіземіз да, қосылған не деді? Са. Қосылған са. Курсорды басамыз, қосылған бір әріп жаза салайық мында. Қосылған са. Жақсы, жауапты қайда енгізетін едік? Жауапты мында осында басамыз да, кірістіру батырмасын басамыз. Уже жауап дайын. Келесі. Алдыңғы жазғандарымызды өзгертпейміз, тек минус 3-ті ғана өзгертеді екенбіз. Мына жерге өткіземіз. Мынаны өшіре саламыз. Мынаны өшіреміз, сосын 3-ті қоя саламыз. Мында қоямыз, кірістіру батырмас. Келесі 3-ші жауап. Минусты алып тастайды екенбіз, жақсы. Мына жерге мишканы қоямыз, минусты аламыз, мында қоямыз, кірістіру батырмасы. Ары қарай 3-ті алып тастаймыз, вообще сан болмау керек алдында. 3-ті алып тастаймыз, мында қоямыз, кірістіру батырмасы. Болды, осымен бізде 3-ші сұрақ уже дайын.